Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Шайтан зұлым әрі қу. Балалар, бұған өте абай болыңдар. Шайтан ертегі кейіпкері емес. Киелі кітапта шайтанның ақырған арыстандай айналаны шарлап, кімді жалмасам деп торуылдап жүргені туралы айтылады. Мен оны шынымен де бар деп ешқашан ойламаппын. Ол Құдайдың жауы. Ол біздің Құдайға сенуімізге кедергі жасау үшін бәрін жасайды. Оның әдетте бізге қалай әсер ететіні естеріңде ме? Ол Құдайға деген сенімсіздікпен күмәнді себеді. Абайлаңдар балалар. Оның тұзағына түсіп қалмаңдар. Иеміз Исадан қорғаныс сұраңдар, өйткені ол шайтанды жеңді. Құдайдың ұлы шайтанның басты нысанасы болды. Иса айқышта біз үшін өлмеуі үшін шайтан бар күшімен Исаны тоқтатуға тырысты. Ол бізді Құдаймен бірге мәңгілік өмірге ие болу мүмкіндігінен айырғысы келді. Сондықтан шайтан Исаға қатты шабуыл жасады. Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, онда мына тастарды нанға айналдыр. Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, онда биік мұнарадан секір. Құдай сені сақтап қалсын. Иса жеңімпаз. Исаға шайтан үшін өзінің шынымен де Құдайдың ұлы екенін дәлелдеудің қажеті жоқ еді. Содан кейін жау азғырудың екінші әдісін қолданды. Ол Исаға байлық пен даңқ берем деп уәде етті. Егер маған ғибадат етсең, мен саған бүкіл дүниені беремін. Кет қасымнан, шайтан. Киелі жазбаларда былай деп жазылған: Құдайларың жаратқан иеге ғибадат етіп, жалғыз оған ғана қызмет етіңдер. Иса жеңімпаз. Оның бір ғана сөзі шайтанды қуып жібереді. Иса жеңімпаз. Сондықтан шайтан оны жек көреді. Иса айқышта шегеленген кезде жау соңғы қаруын қолданды. Егер сен шынымен Құдайдың ұлы болсаң, онда айқыштан түс. Егер Иса айқыштан түскенде, біз мәңгіге өлетін едік. Біздің күнәларымыз кешірілмес еді, және біз Құдаймен мәңгілік өмірге ие болмас едік. Бірақ Иса соңына дейін шыдады. Ол жеңімпаз. Айқышта ол күнәні, өлімді және шайтанның өзін жеңді. Бұған оның қайта тірілуі дәлел. Егер сендер Исаға сенетін болсаңдар, онда сендер жеңімпаздың жағындасыңдар. Қорықпаңдар балалар. Иса жеңімпаз. Әрқашанда оның атын шақыруды ұмытпаңдар. Оған дұға етіңдер, сонда ол сендерді сақтайды. Жақында кездескенше балалар. Менің атым Әлия.